Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде ВАЗ-2110 автокөлігі, 10 емес, 2112 двенашка, 16 клапан. Бұл көліктің проблемасы бізде қазір оборот дұрыс ұстамайды дейді. Бұл өшіп қалады, болмаса оборот көбейіп кетеді дейді. Соны қарайтын боламыз. Ең алдымен қазір көлікті оталдырып тексеріп көрейік, қандай жағдайда екен. Так, зажигание аштым, оталдырам. Бізде оборот қазір бір қалыпты ұстап тұр. Тормоз басып көрем. Мүмкін вакуумнан шығар деп әзірге оборот өзгермейді. Бірақ жаңа көлікті кіргізген кезде оборот дейтін секіріп құлап тұрды. Сондықтан ең алдымен қазір компьютердің диагностика жасап көремін. Бұл көлікте компьютердің диагностика астыңғы рөлдің астында штекер бар. Сол жерге қосылады. Енді қазір телефон арқылы компьютердің диагностика жасап көреміз. Неге қазір қосылдым. Бізде ошибкаларын қарап көрейік ең алдымен. Қазір қосылайын. OpenDiag деген программа бізде, тегін программа. Сол арқылы көретін боламыз. Так, ең алдымен бізде ошибкаларды қарап жібереміз. 6 ошибка бар екен. Датчик положения распредвала, датчик положения температуры охлаждения жидкости, датчик расхода воздуха, яғни ДМРВ, температура, пропуск сжигания және дроссельдің датчиктері дейді. Ең алдымен бұл ошибкаларды барлығын қазір кетіремін. Тегеліз бұрыш жасаймын. Себебі ескі ошибкалар да болуы мүмкін, жаңа ошибкалар да болуы мүмкін. Бірінші алдымен кетіріп аламыз, содан кейін барып көлікті оталдырып, басқа ошибкалар шықса, сол ошибкалармен бірге жұмыс істейтін боламыз. Қазір бізде ошибка 0. Так. Енді мына жерде мен қазір байқап тұрғаным, температура впускного воздуха минус 39 деп тұр. Впускного воздуха, яғни сорып атқан ауаның температурасы минус 39 градус деп тұр. Бұл бізде өтірік көрсетіп тұр деген сөз. Яғни ДМРВ бізде істемеуі мүмкін. Қазір ол үшін біздер мына жерде ДМРВ-ның показаниясы болса, датчик массового расхода воздуха 5 вольт көрсетіп тұр. Бізде 5 вольт көрсетпеу керек. Датчик массового расхода воздуха 5 вольт көрсетпеу керек. Ол бізде 1 вольтқа жетер-жетпес болу керек. Бізде 5 вольт көрсетіп тұр, яғни ДМРВ-да бізде ДМРВ істемеуі мүмкін деген сөз. Енді қазір оталдырып көрейік. Мінекей, датчик массового расхода воздуха ДМРВ бізде 5 вольт әлі ұстап тұр. Ошибка бойынша бізде мінекей датчик расхода воздуха высокий уровень выходного сигнала дейді. Так, яғни бізде сосын датчик положения распредвала деп тұр. Енді ол вазада көбінесе көрсете береді. Бірақ дегенмен қазір маңыздысы бізде мынау датчик массового расхода воздуха ДМРВ 5 вольт көрсетпеу керек бізде. Газ басқанда өзгеру керек. Бірақ бізде 5 вольт деп солай тұр. Так, енді қазір көлікті өшіремін. Зажигание ашамыз. Так, диагностика әзірге бізге керек емес. Ендігі мәселе бізде ДМРВ-ның қазір тоқтарын қарайтын боламыз. Ол үшін қазір бізге керек нәрсе ол тестер. Тестер керек. Және де бізге 2 ине керек болады. Біздің жаңағы ДМРВ-ның 5 вольт деп көрсетіп тұр ғой. Неге 5 вольт деп көрсетіп тұрғанын анықтау керек. Тестерді 20 вольтке қоямыз, постоянно 20 вольтке.
қазір бір осылай бір өлшеп тексеріп алайық тестерімізді. Аккумуляторды қойып тексеріп аламын. 12,5 көрсетіп тұр. Енді ДМРВ-да біздер қай проводқа неше вольт келетін біз білуіміз керек. ВАЗ распиновка ДМРВ. Так, ДМРВ осылай жазамыз. Бізде схемадан шығады. Так, мінекей мысалы алып көрейік. Оның барлығын мен жатқа білмеймін. Жаттаған өзімде де оның есіме шығып кетеді. Әрбір көлікте әртүрлі ғой. Мінекей біздің ДМРВ-міз мұнда жазылып тұр. Температура воздуха біріншісі, екіншісі плюс 12 вольт, үшіншісі масса, төртіншісі бізде 5 вольт деп тұр. Осы бойынша қарап өтеміз қазір. Так, мына суретте бізде біреу жоқ екен, екі түрі болады, біреу жоқ түрлері болады, бар түрлері 4 проводты болады және 5 проводты болады. Так, бізде екіншісі қызыл, үшіншісі масса деп тұр. Соны қазір тексеріп көреміз. Так, ол үшін бізге тестер. Ең алдымен мен бірінші мына жерден плюс 12 вольтты тексеремін. Плюс 12 вольт тексеру үшін тестердің шупты біреуін минусқа қойып қоям. Минусқа тіркеймін, екіншісін аламын да жаңа инемен тексеруге болады. Осылай инені шығарып аламын да, мысалға. Былай болсын. Қазір қалай ыңғайлы, болмаса тегізіп тұрам. Жақсы, кеттік. Плюс 12 вольт. Мінекей. Сурет бойынша екінші контакт. Так, сәл телефонды былай қойайын. Сурет бойынша екінші контакт мінекей. Плюс 12 вольт. Және де біздің штекерімізде плюс 12 вольт көрсетіп тұр. Дұрыс деген сөз. Келесі төртінші контакт. 2 болса 3, 4, 5 вольт болу керек. 5 вольт жоқ, бізде 5 вольт жоқ мұнда. 5 вольт емес, 7 вольт деп көрсетіп тұр. Так, келесі расход. Воздуха үшіншісін көрейін. Үшіншісі бізде масса болу керек. Масса, мінекей. Мен тестердің шубын. Так, мен жерде қателесіп кеткен сияқты. Бізде мынау плюс, мынау минус екен ғой. Минусты қояйын былай. Плюс 12 вольт тексерем екіншісін. Екіншісінде бізде плюс 12 вольт жоқ екен. Плюс 12 вольт мұнда кетіп қалған сияқты. Мінекей, үшке кетіп қалған. Массаға кетіп қалған. Ал бізде мынауымыз дұрыс. Бізде именно екінші контактымыз. Қойдым. Ал шупты қазір мен плюске қойсам. Бізде мұнда бізде минус 12 вольт тұр. Яғни, бұл не деген сөз? Бұл бізде плюс пен минустың орындары ауысып кеткен сияқты. Плюс 12 вольт және де масса. 3 бізде масса болу керек, Қараймыз, 3 бізде масса болу керек, үшіншісі. Массаны білу үшін тестердің бір жағын плюске қоям, мінекей плюске. Енді мына жақта бізде минусқа қойсам, 3-ке мінекей. 3-ке қойсам, ештеңе жоқ. 3-ке қойдым, ештеңе жоқ. Ал 2-ге қойсам, бізде мінекей 12 вольт минус деп тұр. Яғни екінші проводта бізде минус деп тұрған провод бізде керісінше тұр деген сөз. Сондықтан қазір енді бұны қазір ашамыз. Жалғаған жерін қараймыз. Және мына сурет бойынша қазір салыстырам. Сонда бізде белгілі болады. Так, плюс пен минустың орны
ауысып кеткен сияқты деген диагноз қойып тұрмын уақытша. Так, мында кішкене бардак болып жатыр. Пышақ аламыз. Және де мына жерді штекерімізді жалғаған жерден бастап ашып көреміз. Сондықтан жалаған кезде штекерді мұқият болу керек. Так, сәл телефонды көрініп тұрса, мінекей, уже байқап тұрмын, қателік бар екен. Біріншісі жасыл. Жақсы, жасылға қарамай қойайықшы, бізде мына телефонда бізде жасыл біріншісінде жоқ екен. Ол температура воздуха, кіріп отқан ауаның температурасын бақылайды. Екіншісі бізде қызыл қара сызығы бар. Екіншісін қарайық бізде. Екіншісінде бізде не жалғанып тұр? Екіншісінде бізде жасыл қызыл жалғанып тұр. Так, үшіншісінде бізде қызыл жалғанып тұр. Төртіншісінде бізде сұр жалғанып тұр. Төртіншісі дұрыс. Төрті дұрыс. Соңғысы бізде қызыл. Мына сурет бойынша қарасақ, барлығы дұрыс жалғанып тұр. Тек қана қызылымыз бізде кетіп қалған екен, 3-ке кетіп қалған. Сондықтан қызылды қазір орнына жалғау керек болады. Яғни қызыл ол бізде плюс деген сөз. Плюс 12 вольт. Плюс 12 вольт келмегесін бізде датчик дұрыс көрсетпей тұр. Осыны қазір дұрыс жалғап көреміз. Содан кейін барып ағарай қарайтын боламыз. Болмаса қазір мен бесконтактты ДМРВ-ның несін қарап алайын. Распиновкасын, сонда түсінікті болады. Мінекей, бесконтактты. Мінекей, бесконтактты бізде жаңағы схемасы. Екіншісі қызыл, жасыл, біріншісі жасыл, екіншісі қызыл, үшіншісі жасыл қызыл. Демек, екі мен бізде 2 мен 3 орындары ауысып кеткен деген сөз. Питание болмаған соң бізде 5 вольт солай көрсетіп тұр. Так, жақсы. Қазір барлығын орындарына жалғап көреміз. Так, енді зажигание өшірейік. Зажигание өшіреміз. Бізде плюс 12 вольт келіп тұр ғой. Так. От первого лица түсіріп жатыр осылай. Мінекей көрініп тұрса, 2 қызыл, үшіншісінде бізде жасыл мен қызыл сызығы бар. Ал мында бізде жалғаған жерде екіншісі жасыл қызыл сызығы бар, ал үшіншісінде керісінше қызыл қара сызықпен тұр. Так. Сонымен қазір орындарына жалғап қойдым. Көрініп тұр ма қазір? Плюс пен минус орын алысып кеткен ғой. Болмаса 2 мен 3-тің орындарын шатастыра алған деуге болады. Орнына салдым. Енді диагностика бойынша қазір бізде ДМРВ-ның көрсеткішін қарап көреміз. 1 вольттың шамасы болу керек. Диагностика көрсетпей қалды. Мінекей. ДМРВ бізде ДМРВ-ның көрсеткіші 1-де 94. 1 вольт 94. 1 вольттың шамасы көрсетті. Болмаса, егер диагностика болмаса, жаңағы тестер арқылы тексеруге болады. Тестер бізде жаңа айтқандай 1 мен 3-ті қарайтын боламыз. Бізде 1-де қазір ене тұр, 1, 3 бізде ашық тұр. 1-де 0,9 көрсетіп тұр. 1-де 0,9 көрсетіп тұр. Жақсы, енді көлікті оталдап көреміз. Көлікті оталдап көреміз.
көлігіміз оталды. Оборот бізде ұстап тұр. ДМР-нің көрсеткіші көлік оталып тұрған кезде бізде мінекей өзгеріп тұрады. Ошибка бойынша бізде қазір ДМР уже жоқ. Датчик положения распредвала кетті. Датчик распредвалы бұларда енді көбінесе проблема, көбінесе бракованный болып келеді. Сондықтан дұрысын табу өте қиын. Распредвал. Бірақ распредвалсыз да көлік отала береді негізі. Тек салқында кішкене ұзақ оталуы мүмкін. Қазір көліктің обороты бізде қанша 1000-нан сәл жоғары. Қазір ұстап тұр. Сонымен тағы да қарап көреміз. Тоқтарын шыққылап. Мұнан дейін байқаған бізде дроссельдің штекерін қозғасақ, оборот ойнайды. Дроссельдің датчигін қозғасам, бізде оборот ойнайды. Соны қазір қарап көрейін. Оборотқа сәл жоғары тұр. Мінекей датчик положения дроссельной заслонки 0,8. Датчик положения дроссельной заслонки 0,8 вольт көрсетіп тұр. Көріне ме? Датчик положения дроссельной заслонки 0,8 вольт. Енді қазір қозғап көреміз штекерді. Нөл тоғызға өзгеріп кетті. Бірге өзгеріп кетті. Қазір алып тастаған кезде мінекей қарайық. 5 вольт көрсетіп тұр. Штекер керіп орнына салам. Оборот өзгерді қайт. Демек, штекерді қозған уақытта бізде вольтаж өзгереді. Проблема бар деген сөз. Ол үшін қазір штекердің өзін қарап көрейік. Оларда аурулары негізі жаңағыдай тимей қалуы мүмкін. Мына контактілер бар ғой. Осы контактілерді қысып жүру керек. Босап кеткені көрініп тұр маған көзге қазір. Камера көрінбейтін шығар. Қазір сонда да көрейін. Үлкейтіп. Тесіктер босап кеткен. Қазір инемен тесіктерін жаңағыда есеп көреміз. Қысып кішкене. Содан кейін ары қарай тағы да бақылайтын боламыз. Сонымен қазір мына штекерді бізде дроссельдің штекерін қыстым. Енді қарайтын болсақ, мына жерде мысалы 1.089 деген тұр ғой. 1.089 емес. Датчик положения дроссельной заслонки 0,767 мінекей, 767. Осыған бақылап тұрайық, штекерді қозғайым. Мінекей. Осыған бақылап тұрайық. Штекерді қозғаймыз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Мінекей газ басқан кезде қарап тұрайық. 767-ні қарап тұрайық. Газ басқан кезде бізде мінекей өзгереді. Тек қана газ басқан кезде осының көретін датчик қой, газ басқан көретін датчик. 2 вольтқа өтеді. До конца бассам 5 вольтқа дейін көтеріледі. До конца басайды мінекей. 4-5-ке дейін көтерілу керек. Жалпы суть в том, что жаңа штекерді қозғаған кезде бізде ойнап тұрды. Енді қазір қалпында тұр. Сосын ең основной проблемамыз бізде ДМР-ның көрсеткіші 1.89. Бізде басында байқасаңыз 5 вольт болды. Сондықтан осы екі проблеманы анықтап тұрмын. Үшіншіден датчик положение распредвала. Енді қазір көлікті оталдырып көретін боламыз. Мінекей, оборот қаз бізде қауіп ұстап тұр.
орнына келді. Мінекей достар, осымен бізде ремонт бітті. Жаңа айтқан біздегі датчик ДМРВ проблема және де досный заслонка бізде проблема болды. Сондықтан осы моменттерді жөндедік. Егер видео ұнап жатса каналға тіркеліп лайк басамыз. Баршаға рахмет.